Бүгін шайдың пайдалы және зиянды түрлерімен танысамыз. Шай мидың белсенділігін арттырып, иммунитетті көтеріп, денені тазартып, ұзақ өмір сыйлайтын қасиетке ие екен. Күніне 3 кеседен артық шай ішпеңіз. 4 кесе қанық шай ас қорыту жүйесін қоздырмайды, тек тітіркендіреді. Сонымен қатар жүрек пен қан тамырларының шамадан тыс қозуы пайда болуы мүмкін. Қатты қара шай қысымды күшейтеді. Ұйықтар алдында шай ішпегеніңіз дұрыс. Шай ұйқыны қашырады. Жүкті әйелдерге құрамында кофеин болғандықтан қара шайды көп ішуге болмайды. Күніне 1 кесе жеткілікті болады. Дәрілік заттарды шаймен бірге қабылдауға болмайды. Шайда 200-ден астам биологиялық белсенді заттар бар. Бұлар дәрі-дәрмектермен әрекеттесуі бек мүмкін. Қайнатқаннан кейін 1 сағат немесе одан да ұзақ тұрған шай ішпеңіз. Қара шайдың құрамында мидың жұмысын жандандыратын және есте сақтау қабілетін жақсартатын амин қышқылы бар. Бірақ қара шайдың адам ағзасына зияны да болуы мүмкін. Суық тиген кезде қатты шай жапырақтарын ішу дене қызуын одан сайын жоғарлатуы мүмкін. Одан көрі лимон мен әлсіз шай ішкен дұрыс. Сонда сіздің иммунитетіңіз вируспен белсене күресе бастайды. Шай Жапонияда ұзақ өмір сыйлайтын сусын ретінде танылған. Құрамында С, Е, Д, ниацин және иод дәрумендерінің арқасында қара шай ұзақ өмір сүру сусыны ретінде танымал болды. Күніне 1 кесе шай терінің күйін және жалпы әл-ауқатын жақсартады. Жапонияда күні бүгінге дейін қара шайдың не қажеті бар деген сұраққа олар бұл ауруларды емдеп, өмірді ұзартатын даналықтың дәрісі деп жауап береді. Ыстық шай ағзаға зиян. Шайды ыстықта ішуге болмайды. Өйткені ыстық шай кеңірдекке аш жолы мен асқазанға кері әсер етуі мүмкін. Ұзақ уақыт ыстық шай ішу ішкі органдарды ауруға ұшыратады. Температурасы 60 градустан жоғары шай асқазанды бұзады. Шайдың температурасы 56 градустан аспауы тиіс. Аш қарынға суық шай ішпейді. Себебі ол өт пен асқазанға зиян. Керісінше жылы және ыстық шай бойды сергітіп сананы сейілтеді. Суық шай бүкіл ағзаны тітіркендіреді. Тамақтан соң бірден шай ішпеген жөн. Ішкіңіз келсе жарты сағат күтіңіз.